Өте керемет айтасыз. Мына орыс тілді бір психологтарға барған кезде айтады ғой, жаман әйел өзінің күйеуін құл жасайды да құлдың әйелі болып жүреді деп. Ал ақылды әйел өзінің күйеуін патша жасап, патшаның әйелі болып жүреді деп. Сондықтан 30 жылдағы мына біздің жеткен жетістігіміз ғой. Мен Алланың құлымын деп құлдардан құл туып, енді 30 жылда қазіргі 30 жастағы жігіттердің өздерінде балалы шағалы болды ғой. Олар жаңағы бәріне барсаң, иншалла, альхамдулилля, иншалла деп сөйтіп отырады. Сол кезде ойлаймын мен, енді мына арабтың тілін жетік біледі екен ау деп сұрасаң, жоқ, білмейді екен арабтың тілін. Сосын мен айтам, бауырым, сен де қазақ, мен де қазақ, соны Құдайым бұйырса, Аллам жеткізсе, ниетіміз дұрыс болсын, ойлаған арманымызға жетейік деп айтуға болмай ма? Неге арабтың тілінде сөйлейміз деп айтамын ғой. Сөйтіп ойланып қалады кейде, енді жастар, енді 30 жастағылар жас қой, енді солар, олар ойланып қалады. Дұрыс, иә дейді. Шынымен де арабтар біздің тілмен сөйлемейді ғой деген сияқты. Сосын мен айтам, маған жаңағы жұмыс істеген кезде арабтар осы жаққа келеді ғой, көп нәрселерді қарайды. Сол кезде бір араб күліп айтқаны бар, жаңағы хиджаб киген қыздарды көріп. Енді аудармашының айтыпты, навряд ли вы у нас увидите, жаңағы нені, қазақша сәукеле киім киіп жүргендерді деп. Қазақша ұлттық киімдер қандай болады деп сұрады. Мен оларды музейге апардым, көрді, олар қандай киімдеріңіз әдемі деп айтты. Содан кейін сонда күліп жатыр да, сіздің ұлттық киімдеріңізді бізге келгенде сіз көрмейсіз ау деп. Сондықтан құлдан құл туады. Бір-бірімізді батыр дейік. Өте дұрыс айтасыңдар. Мен аттар жазылмағасын түсінбейсің да. Сіздерге кім болсаңыз да батыр жігіт, батыр қыз, батырым деп айтайық, арлы қазағым деп айтайық. Қайда жүрсе де қазағым жасасын деп жүрейік өз жерімізде. Таң атқанда тұрған кезде елім дамысын, қазағым байысын деп тұрайық.